Сәлем достар, бүгін осындай қатты кір болып кеткен кастрюльді тазалаймыз. Бұл кастрюльде қызылша, шиповник қайнатылғаннан көп уақыт тазаланбай қалып қойған. Ал енді осыны ағартып тазалап көрейінші деп іске кірісіп кеттім. Бастамас бұрын маған қолдау білдіріп, каналыма тіркеліңіздер. Алтын лайктарыңызды басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге осындай қарапайым белизна қажет болады. Алдымен кастрюльді толтырып, мұздай су құйып, отқа қоямыз. Сосын сразу су ысымай жатып, 1 стакан белизна қосамыз. Және артынша кіші кастрюльді қақпағымен бірге салып қоямыз. Мінекей су ысып, қайнайын дегенде астын өшіріп, суын төгеміз. Бұл суды унитазға төгіп, унитазыңызды да жуып алсаңыз болады. Сосын ас содасы мен фериді губкаға құйып, кішкене ысқалап, ағып тұрған сумен шайып аламыз. Нәтижесінде осында ағарып әдемі болып шықты. Қалай, сіздерге де ұнады ма? Астына комментарийге жазсаңыздар болады. Сіздерге де осы әдіспен тазалап көруге кеңес беремін. Сау, саламат болыңыздар.